Валлазинахум аля салаватихим юхафизун. Намазды уақытымен сақтағандар құтылды деді. Намаздың кіретін уақыты бар, және шығатын уақыты бар. Кейде мынандай мәселелер бар. Намазды жинап оқитындар бар екен. Сұрақ қояды сондай. Мен жинап оқимын ғой дейді. Бауырым дұрыс емес қой десең ақтала бастайды. Емеке дейді. Оқымай жүргендерге қарағанда мен нормалимын ғой дейді. Өзі сұрақ қойып жатыр. Сұрақ қойып өзін қанағаттан жауап ала алмағаннан кейін дауласқысы келеді. Не дейді? Абай атамыз соны айтқан. Ана өздерінен төмен біреу тауып аласыңдар дейді де, сонымен өздерін салыстыра бересің дейді. Жұмаға келетін жұмабайларымыз бар, аман болыңыздар. Солар мүлдем жұмаға келмейтіндермен тауып алған, солармен өздерін салыстырады. Емеке, ана жұмаға келмейтін пәленше деген бар дейді. Оған қарағанда мен нормальмын дейді. Әйтеуір жұмаға келіп жүрмін ғой дейді. Көрдіңіз ба? Ал оның бер жағындағы намаз оқыған бауырымыздар бар. Әйтеуір оқыса оқи салады, оқымаса жинап оқи салады. Әйтеуір қалай болса солай. Алла сақтасын. Бәлкім Құранның басқа аятында Маун сүресінде келген Уайлул лил мусаллин аллазина хум лисалатихим валил мусаллин аллазина хум фи салатихим сахун дейді. Намазхандарға уайлы болсын дейді Алла Тағала Маун сүресінде. Уайль деген бұл тозақтың шұңқыры от шығып тұратын. Қандай адамдарға десе, намазхан десе, сол намаздарын немқұрайды әйтеуір оқитын адамдарға тозақтың оты болсын деді. Сол аятта ғұламалар айтқан, демек, намаз оқып, қалай болсылай намаз оқыған адамның жағдайы сондай болатын болса, ақыретте Алла сақтасын. Намаз оқымайтын адамдардың жағдайы не болады дейді ақыретте. Қараңыз. Бауырлар, міне, Алла Тағала соны айтты, намазды уақытымен оқитындар деп айтты. Намаз уақыты кірді ме, бауырлар, өмірімізді, шаруамыздың бәрін соған турлап қою керек бізге. Шаруаңызды намазға турлап алыңыз. Иншалла, осы уақытта асыр уақыт кіру керек. Сол асырға шейін мына шаруамды бітіріп тастаймын, иншалла. Деп қарап тұрыңыз. Шаруаңыз бітпесе де тоқтатыңыз сол жерде. Аспан екіге ойылып түссе де тоқтат шаруаңды. Намазға асырыңыз. Шаруаны бітіретін кім? Алла субхана ва тағала оны бітіретін. Сен емес, біз емес. Шаруаны бергенде Алла саған, сол шаруаны түсінетін ақыл парасат бергенде Алла, соған шапқылап жүретін денсаулықты бергенде Алла, уақытты бергенде Алла, өмірді бергенде Алла саған. Енді Алла субхана ва тағаланың намазы уақыт келген кезде сен неге сағындық қыласың? Алла Тағала бізге 24 сағат, бір тәулікті 24 сағат берді. Ғұламалардың айтуынша, жаңағыдай құлшылықпен созып оқыған намазхан адамның өзін таң намаздан сүннет, батасын бәрін қосқан кезде 2 сағат уақыт кетеді дейді. Неше сағат? 24 сағаттың 2 сағат уақыт намазға кетеді екен, күні бойы. Қалған 22 сағат сенің өлесіңде ғой, айналайын. Сол 2 сағат намазыңыздың уақытымен Алла Тағала қалған 22 сағатын Алла берекет беріп қояды. Өте берекелі, мән мағыналы өмір өте бастайды сенің иншалла. Бауырлар, міне осы аятқа амал істейік. Намаз уақыты кірді ме, біз соған асығуымыз керек иншалла. Сол кезде сен шынайы құлшылық қылатын қауымға кіресің иншалла. Сахабалардың өмірбаянының кітабында қарасақ, сахабалар олар да өмір тіршілігімен айналысты ғой. Диқанмен, егінмен айналысқандар болды, мал шаруашылығымен айналысқандар болды, саудамен айналысқандары болды. Сол қандай кәсіппен айналысқан сахабалар болса да, мысалы кетпенмен жер шауып жатқан сахабалар Аллаху акбар деген азанды естіп қалған кезде кетпені көтеріліп тұрған болса жоғарыда, соңғы ударды ұра салайын деп ұрмайды екен, кетпені арқаға тастайды екен солар. Кітапта болса келген. Болды, кетпенді азанды естіткеннен кейін жерге ұрмайды екен. Бұл жұмыс тоқтатады олар. Қайда кетеді енді? Намазына кетеді. Намаздан кейін қайтадан шаруаны жалғастырады. Міне осылай өміріміз өтсе, иншалла Алла субхана ва тағала құтылған қауымдарға болатынымызды. Осылайша намазымызды уақыты-уақытымен оқиық. Және де намазымызды өзіміз үшін оқиық. Ешқандай сылтау ойлап таба бермей, намазды ақиретте бірінші сұралатынын ұмытпауымыз керек. Ал ендеше, хош, саламатта болыңыздар.